Кеше қайтадан банға кете жаздап Фейсбуктан бір айлық банға. Оны Фейсбук әкімшілігі мәлімдеп жіберіп үлгерді. Болды, сен бір постың жойылды, бір айлық банға кеттің деп. Одан бері кеше бүгін біреу ағылшын тілін білетін біреу арқылы Фейсбуктың әкімшілігіне шағым жазып, күтпеген жерде парақшамды қайттан ашып берді. Ол да бір ғажап, бірақ бұл екінші рет болып тұр. Банға жібереді, сосын жазасын, ары жазасын қайтарып береді. Бүгін екінші рет болып тұр. Бәле болды. Фейсбукқа бір жіпсіз байлап қойды тілімді, бір сәл ғана қатты кетіп қалсаң, банға бірақ ұшырасың, банға бірақ тығып. Әсіресе мына орыс әлемі жайлы, сондай Ресей жайлы көбінесе соған көп нетеді, көп көңіл бөледі оған. Жыныс қатынас жайлы, еркектер мен еркектердің арасындағы оны жазсам бір жөн түсінікті, банға бірақ тығады. Батыс мемлекеттерінде ондайлар көп. Оларда толық рұқсат берілген оларға. Бір-бірін үйленіп, бала асыраса да ешқандай тыйым салынбайды. Бірақ біздегі орыс әлеміні сонымен тең болып тұр қазір. Сәл бір қатты кетіп қалсаң, баннан бірақ шығасың. Кешегі постым ол да Қазақстандағы казактардың арасындағы болып жатқан қазір қақтығыс. Башко деген өздеріңіз білесіз кім екен. Біздің мемлекетте ресми түрде атаман деп тағайындап қойған. Бүкіл орыс казактарына, казак әскеріне, енді олар әскері ғой, жасыратын несі бар. Башко арқылы соның үстіне қарап қадағалап отырамыз деген мақсаты бар ғой енді. Башқоның Нұр Отан мүшесі, КМБ-ның генерал-лейтенанты, сенімді адам деп сол себепте қойған шығар атаман қып. Енді таласып атқан сол атамандық шеніне Захаров деген бар. Оның орнына осы Башқоны қойған. Енді олар тартысып, арпаласып атыр, бөлісемей. Сонымен өзімше арасына қыстырылысып бір пост жазғам ғой. Мәтіннің ішінде былай айтқам. Захаров Башкодан көріп, бізге Захаров пайдалы деп. Өйткені Захаровтың көзқарасын білем. Ол ресейшіл емес, путиншіл емес, сепаратист көзқарасы жоқ. Кеңес одағын иттің көтінен жек көретін адам. Одан да аса. Кәдімгі антисоветтік көзқарасы мықты Захаровтан. Жақсы бір-екі рет біраз сөйлескен ол кісімен. Сондықтан бізге ыңғайлы олар арасында сол оты өшпей бір-бірімен ұстасып алса, интернационалистер болсын, мыналар болсын, кім болса да мақтаға жататын бәрі арасында ауызбіршілік болмаса, татулық болмаса, таласып алса деген бізге жақсы емес па? Сонымен құздыртып үстінен енді арандатушылық жазған постым бар еді, оны алып тастап, сол үшін банға кетіп қайтып келдім. Айтайын дегенім осы. Енді Фейсбукта да қимаймын, осы құрсыншы, осы мүлде кетейші осыдан деуге дәтім бармайды. Өйткені Фейсбук маған өте пайдалы. Мен бұл жерде еріккеннен отырған жоқпын. Ермек көріп, Фейсбук бізге ыңғайлы тәсіл, платформа. Өз көзқарасымызды кеңшілікке таратып, өзіміздің енді пропаганда десем дұрыс болар, пропагандамызбен айналысуға жақсы. Сондықтан кетуге қимаймын өзім Фейсбуктан. Ютубқа кетейін десем, ондай қасиетім жоқ. Жүргізушілік, шешендік нелерім жоқ. Камераны көрсем ыңғайсызданып, қуыстанып қалам, әлі күнге шейін үйрене алмай жүрмін. Енді ол әркімге беріле бермейді. Біреулер
енді сахнаға да атқып шығып өлең айтатындар бар. Менде ондай қол өнерім жоқ. Сондықтан YouTube маған аса бір лайықты, қолдануға ыңғайлы деп айта алмаймын. Твиттердің форматы кішкентай-ақ, 500-ақ әріп бар. Жаңағы Телеграм дегенді түсіне қоймадым. Бір жағынан күмәнданып отырмын. Телеграм деген Дуров деген ФСБ-ның тумасы. Телеграм толық 100% Mail.ru, Яндекс сияқты Ресейдің қарамағында екен, оған ешқандай күмәнім жоқ. Мен оны білемін, Ресейдің тағы да бір не деуге болады, қапқаны қойып қойған. Сондықтан екіншіден мессенджер ретінде қолдануы болатын шығар, бірақ мессенджер олсыз-ақ жеткілікті. Сондықтан қалып отырған осы жалғыз Facebook әлі болармын. Енді банға шығармау үшін бір салмақты өзім боқтамай, былай тікелей тиіспей отыруым керек. Әр баннан шыққан сайын өз-өзіме уәде беріп қоям, болды, енді мен үйтіп жазбаймын, енді мен бір сарказм ретінде бір амалдарын тауып осы ұзақ отыра тұрайын деп, бірақ кірісіп қызып кіріп кетесің, байқамай қаласың не деп қойған, кетесің сосын бір айға. Әйтеуір кеше оралдым, бір айлық баным бір күн болды, шықтым. Шамал демалып, қайттан кірісейік. Амандықта келісейік. Айтайын дегенім сол.